Саламатсыңдар ма балалар? Кезекті сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы полимерлену реакциясы. Сабақтың мақсаты полиэтилен мысалында полимерлену реакциясының механизмі мен полимерлердің құрылымының ерекшеліктерін түсіндіру, пластиктің ыдырау мерзімінің ұзақтық мәселесін түсіну және оқып білу, қоршаған ортада пластик материалдардың көбеюінің зардабын білу. Бағалау критерийі: полимерлену реакциясын түсінесіңдер, полимерлену механизмін білесіңдер, пластиктердің қоршаған ортаға келтіретін зиянын білесіңдер. Полимерлену деп көптеген бірдей молекулалар қосылып, үлкен молекулалы қосылыстардың түзілу реакциясын айтады. Полимерлену реакциясына түсетін бастапқы заттар мономерлер деп, ал реакцияның өнімі полимер деп аталады. Полимер молекулалары макромолекулалар деп аталады. Макромолекуладағы қайталанып келетін буынның саны полимерлену дәрежесі деп аталады. Ол N әрпімен белгіленеді. Енді балалар, полимерлену реакциясын жазып көрейік. Мұнда мұнакей, мынау бір буын, мынау екінші, мынау үшінші, көп нүкте деген осылай қайталана береді деген сөз. Яғни біз жоғарыда айтып кеткен сияқты бірдей көптеген молекулалардың, яғни қайталанып келіп отырды. Нәтижесінде қос байланыс үзіліп, бір байланысты, яғни макромолекулалы, үлкен молекулалы зат алынады. Бұл реакцияның қысқартылған түрі мінекей. Мынау этилен, ал мынау түзілген өнім, полимердің аты полиэтилен. Енді мұнда қараңдар, мінекей, мономер, яғни полимерлену реакциясына түсетін бастапқы заттың бір буыны, яғни бір буыны мономер деп аталады. Ал өнім, мына жерде қайталанып тұр. Мономер, бір мономер, екі мономер, екінші мономер, міне үшінші. Яғни бірде қайталанып тұр, көп нүкте қайталана береді деген сөз. Яғни полимердегі қайталанатын бөліктері. Енді балалар, сендер полимерлену реакциясында тек қана полимер алынатынын біліңдер. Мұнда су немесе басқаша қосымша өнімдер түзілмейді. Мына суретте полиэтилен макромолекуласының бір бөлігі көрсетіліп тұр. Ал мұнда қолданылуы: полимерлер күнделікті тұрмыс тіршілікте өте көп қолданылады. Соның бірі мінекей, күнделікті өмірде пластик, бөтелкелер, бисерлер, мына жерде мінекей өздеріңе технология сабақтарынан қолданасыңдар ғой. Күнделікті тұрмыста пайдаланатын жіптер, содан кейін мінекей мына жерде біздің маркерлар, күнделіктердің сырты, дәптер қаптары, бұның бәрі полиэтилен, яғни полимер өнімдер болып есептелінеді. Енді балалар, сендер бір нәрсені түсінулерің керек. Қазіргі уақытта қоршаған ортаны пластикалық қалдықтардан тазартудың екі тәсілі бар: көму және қайта өңдеу. Алайда бұл шешімін таппай келе жатқан мәселе. Ендеше пластик бұйымдарды лақтырып тастама. Тапсырма. Бүгінгі сабақта бекіту тапсырмасы мына төменде берілген тұжырымдарды сәйкестендіріңіз. Осы тапсырманы орындап, сендер маған WhatsApp желісі арқылы жібересіңдер. Бұған 57-ші параграф көмекке келеді сендерге. Енді сабағымыздың соңғы түйіндемесі рефлексия. Бүгінгі сабақтан алған біліміңді қай жерге қоятын едің? Түсіндім. Егер түсінсең, әдеттегідей бізде 3 ағаш бар. Жеміс ағашы, жемісі молынан, және басында кішкене бұлт үйіріліп тұрған, және кактус ағашы. Мінекей осылай өз біліміңді қоя қой. Бірақ түңілме. Егер сен сәл тырысатын болсаң, қолдан келмейтін дүние жоқ, бәрін алдағы уақытта түсінетін боласың. Жақсы, сау, саламатта бол.